Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін жасалу жолы оңай бауыр котлетінің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бізге қажет заттар: бауыр, пияз, картошка, сәбіз, чеснок, жұмыртқа, сүт, бұрыш, тұз және ұн. Алдымен бауыр, пияз, картошка, сәбіз, чеснокты ет тартқыштан өткізіп аламыз. Өткізіп алғаннан кейін дәміне қарай бұрыш, тұз қосып, араластырып, үстіне сүтімізді құйып, тағы да бір келкі болғанша араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне тағы да ұнымызды, сосын жұмыртқамызды араластыра отыра қосамыз. Массамыз дайын болды, енді қуырамыз. Қызып тұрған майда бір ас қасықтан салып, екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Котлеттеріміз дайын болды. Менімен болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.